сәлеметсіздер ме? Бұл бейнебаянда жаңартылған білім беру мазмұны негізінде қазақ тілі пәнінің оқу бағдарламасы бойынша тыңдалым және айтылым дағдысын дамытуға арналған оқу мақсаттарын қарастырамыз. Сөйлеу әрекетінің бір түрі тыңдалым және айтылым. Тыңдалым рецептивті дағдылар қатарына жатса, айтылым продуктивті дағдылар қатарына жатады. Тыңдалым тілге сай әрекет ету, яғни тілдің дыбыстық мағынасын түсіну. Тыңдалым ауызекі сөйлеу тілінің қамтығандықтан оның тілі жазба тілден өзгеше болып келеді. Айтылым болса, өзге адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында ойымызды жеткізу үшін тілдік бірліктерді қолдану. Оқыту тілі қазақ тілі болып есептелінетін мектептерде тыңдалым мен айтылым дағдысы бірге оқытылады. Тыңдалым материалы ретінде аудиомәтін, видеоматериал, кино, мультфильмнен үзінді, ән, теледидар бағдарламалары, аудиокітаптар, мұғалім немесе оқушының мәтінді ауызша оқу тыңдалым материалдары бола алады. Негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасының тыңдалым және айтылым бөлімі 6 оқу мақсатынан тұрады. Атап айтқанда, болжау, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау, мәтіннен ақпаратты анықтау, негізгі ойды анықтау, тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау, сөйлеу мәдениетін дамыту. Әр сыныптағы оқу мақсаты оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай қарапайымнан күрделіге дамып отырады. Мәселен, сөйлеу мәдениетін дамыту оқу мақсатына алып қарайтын болсақ, аталмыш оқу мақсаты 5-ші сыныпта коммуникативтік жағдаятқа сай эмоциональды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогқа даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру болса, 7-ші сыныпта коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеу, эмоционалды, экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогқа қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу. Енді әр оқушы мақсатын жеке қарастырайық. Болжау оқу мақсатының жүзеге асырылуын қарастыратын болсақ, болжау мәтіналды тапсырма түрінде жатады. Оқушыларға алдын ала мәтін үзінділері, тірек сөздер, суреттер ұсынуы мүмкін. Оқушылар ұсынылған материал бойынша мәтін мазмұнына болжам жасайды. Мысалы, оқушыларға суреттерінен мәтін үзінділері беріледі. Оқушылар қандай киім үлгілерін көріп тұрғандарын, қандай киім ұнайтынын айтады және үзінділерді оқып, мәтін тақырыбы не туралы болуы мүмкін екендігіне болжам жасайды. Оқушыға бірінші тапсырмада иллюстрациялық материалдар берілсе, екінші тапсырмада мәтін үзіндері беріледі. Берілген материал арқылы оқушының ойлау қабілеті дамытып, болжау дағдысы қалыптасады. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау оқу мақсатының жүзеге асырылуын қарастырайық. Оқушылар әртүрлі жанрдағы мәтіндерді тыңдайды. Мәтін ретінде ән, хабарлама, жанрлық материалдар болуы мүмкін. Мәтін бойынша ашық және жабық сұрақтар беріледі. Ұсынылған сұрақтар арқылы автор көзқарасы, көтерілген мәселе, көркемдегіш құралдарды, олардың мәтінде атқарып тұрған рөлін талдайды. Мысалы, оқушы бұқаралық ақпарат құралдарынан 3 түрлі бейнебаян үзінділерін көруі мүмкін. Түрлі жағдаяттардағы әртүрлі бейнебаяндар көрсетіледі. Оқушылар бейнебаян үзінділерін тыңдап, бір-біріне өз көзқарастарын, ойларын айтады, пікір алмасады. Тыңдалым материалы негізінде сыни тұрғыдан ойлауға бағытталған белсенді әдіс-тәсілдер арқылы бірнеше жұмыс түрлерін ұйымдастыруға болады. Мәтіннен ақпаратты анықтау оқу мақсатында мәтін бойынша ашық және жабық сұрақтар беріледі. Оқушылар мәтінді тыңдап, ішінен негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды. Факті мен көзқарасты, астарлы ойды, ақпараттың өзектілігін ажыратады. Мысалы, оқушылар Абай Құнанбаевтың жазғытұры өлеңін тыңдайды. Төменде өлеңге қатысты бірнеше ұғымдар беріледі. Сол ұғымдар мен өлеңнің ара қатынасын анықтап, негізгі және қосымша ақпаратты, астарлы ойды анықтауы мүмкін. Негізгі ойды анықтау оқу мақсатында оқушылар алдымен мәтінді тыңдап, жалпы мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Кейін жетекші сұрақтар мәтін құрылымы, сөйлеушінің сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау тапсырмасы орындалады. Мысалы, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған өлеңді тыңдайды. Сөйлеушінің тынысы, сөйлеуі, дауыс интонациясы, үн реңк арқылы негізгі ойды анықтайды. Мәтіннің соңы кезеңге жатады. Тыңдалған мәтін негізінде оқушылар ашық сұрақтарға жауап бере отырып, шынайы өмірмен байланыс орнатады. Өз ойын дәлелді жеткізу, өзгенің пікірімен салыстыру, сыни баға беру тапсырмалары беріледі. Сөйлеу мәдениетін дамыту оқу мақсатында оқушылар диалог, полилогке қатысты өз ойларын ұтымды жеткізеді, монолог арқылы көпшілік алдында сөйлеуді, ойын еркін жеткізуді меңгереді. Мұғалім дөңгелек үстел, пікірталас секілді тапсырмалар ұйымдастырылады. Тыңдалым және айтылым оқу мақсатының міндеті оқушыны әдеби тіл нормасы негізінде сөйлеу деңгейіне жеткізу.
жұмыс түрлерін тиімді ұйымдастыра білу арқылы ғана мұғалім оқушының қызығушылығын оятып, білім мазмұнын кеңейте алады. Сау болыңыздар.